сәйкес мемлекеттік экологиялық бағалау процесінде қоғамдық тыңдаулар міндетті болып табылады. Бүгінгі қоғамдық тыңдауларда Жамбыл облысындағы Қаратас Майбұлақ аймағындағы Қаратас кен орнында ашық алтын өндіру жоспарына рұқсат беру құжаттамасы қарастырылады. Тыңдаудың төрағасы мен Ноғайбай ауылдық округінің әкімі Ешмұрат Ерсерік Аманбекұлы. Қоғамдық тыңдаулар өткізу үшін біз хатшы сайлауымыз керек. Хатшы ретінде менің жеке өзім хатшым Сабыралиев Әсенді ұсынамын. Қолдайсыздар ма? Қандықтарыңыз жоқ па? Құрметті тыңдауға қатысушылар, келесі жұмыс регламенті ұсынылады. Баяндамашылардың сөз сөйлеуі 15 минутқа дейін, баяндамаларды талқылау 15 минутқа дейін, қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары 10 минут, қорытындылау 5 минут. Ұсынылған ережемен кім келіседі, дауыс берулерін сұраймын. Қарсы қалыс бар ма? Келісесіздер ма? Ондай болса қабылданды. Тыңдаулардың қорытындысы бойынша, жобалық материалдар бойынша барлық ескертулер мен ұсыныстарды енгізе отырып, қоғамдық тыңдаулардың хаттамасы жасалады. Олармен Жамбыл облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының сайтында, сондай-ақ қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі туралы ұлттық деректер банкінің сайтында танысуға болады. Қоғамдық тыңдауды бастауды ұсынамын және баяндамашыға сөз беріледі. Баяндамашы Омарқұлов Талғат. Мен боламын. Енді біріншіден ассалаумағалейкум, құрметті тұрғындар. Құрметті қоғамдық тыңдау қатысушылар, әкімдік өкілдері, елді мекеннің тұрғындары және әріптестер. Бүгін біз Қаратас Майбұлақ алаңындағы Қаратас учаскесіндегі тау-кен жұмыстарының жоспарына қатысты рұқсат беру құжаттары мен мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу аясында ақпараттарды ұсынамыз. Экологиялық баяндамамыз эмиссиялар мен нормативтер жобасы кәсіпорынның атмосфералық ауаны ластау кезеңдеріне бөлінетін шығарылатын азот диоксид, күкірт сулар, көміртек оксиді, С12-19 алқандары құрамында 20-70% бар, кремний фосфотығы, биоорганикалық шаңдар бар. Шығарындылар көлемі 2028 жылдарын 2017 тонна, 2029 жылы 219 тонна, 2030 жылдары 216 тонна, 231 жылы 159 тонна, 232 жылы 127 тонна, 234 жылдары 94 тоннадан, 235 жылдары 85 тонна, 236 жыл 67 тонна. Барлық көздері бойынша ластаушы заттардың таралу есебі RV2.0 бағдарламасымен орындалады. Барлық ластаушы заттар мен суммацияланған топырақтардың концентрациясы есептеледі. Зерттелетін учаскеде өндіру жұмыстарын зиянды заттар шығарындары 18 көзі, бір ұйымдасқан және 17 ұйымдаспаған байқалады. Эмиссиялар нормативтерінің жобасы құнарлы қабатты сылып алу бір экскаватормен жүргізіледі. Тасымалдау автосамосвалдармен жүргізіледі. Тау-кен массасын экскавациялауға дайындау, бұрғылау, жару әдістемесі жүргізіледі. Сыртқы аршындылар жыныстарды экскавациялау және тиеу үшін бульдозер мен экскаватор пайдаланады. Аршынды жыныстарының сыртқы үйіндіге тасымалдау автосамосвалдармен жүзеге асырылады. Осы тау-кен жұмыстарының жоспары қазу, тиеу жұмыстарын экскаватор пайдалану қарастырылған. Кен карьердің тасымалдау үшін автосамосвалдар қолданылады. Топырақтардың құнарлы қабаты кен өндіру барлық мерзімде арнайы бөлінген алаңда құнарлы қабатының үйіндіге сақталады. Ол кейіннен рекультивация жасауға кезінде пайдаланады. Аршылған жыныстар карьер батыс бөлігінде орналасқан үйіндіге жиналады. Дизель отыны көлемі 50 кубтық жер үсті көлемде сыйымдылықта сақталады. Ал тікелей карьерді жұмыс істейтін арнайы техникалар жанармаймен қамтамасыз ету үшін қолданылады.
қалдықтарды басқару бағдарламасы, қатты тұрмыстық қалдықтар қызметкерлердің тыныс тіршілігі нәтижесінде түзеледі. Жылына 3,75 тонна майланған шүберектер тау-кен техникасы мен автокөліктердің құралдарын пайдалану кезінде түзеледі. Жылына 0,6 тонна. Күнтізбелік кестесінде сәйкес экскаваторлар мен жылжымалы аршындыларды жұмыстарды жылжытып мөлшері 2027-2028 жылдар 6,475 тонна. 2029 жылы 6,450 шаршы куб. 2030 жылдары 6,250 куб. 2031 жылы 4,500 куб. 2032 жылы 3 миллион куб. 33-34 жылдары 2,500,000 куб. 2035 жылы 2,200,000 куб. 2036 жылы 1,500,000 куб. Қалдықтарды басқару бағдарламасы, қатты тұрмыстық қалдықтар арнайы асфальтталған алаңдағы болат контейнерде жиналып сақталады. Экологиялық кодекстің 301 бабына сәйкес полигондар бірқатар қалдықтарды қабылдауға тыйым салынғандықтан кәсіпорынның қалдықтары сұрыптау және бөлек жинау жүргізіледі. Бұның ішіне кіретін пластик, картон қағаздары ол бөлек организацияларға өткізіледі, арнайы қабылдайтын. Оларды сақтау көлемі майланған шүберектер қауіпті қалдықтарға жатады. Өртке қауіпті, қатты суда ерімейді. Оларды сақтау 0,3 кубтық жәшіктерде 6 айдан аспайтын мерзімде қарастырылған. Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, өндірістік мониторинг шеңберінде операциялар мониторинг, қоршаған ортаға эмиссиялар мониторингі және әсер ету мониторингі орын алады. Операция мониторинг нысаны қызметтің тиісті жобалық пайдалану және техникалық регламентіне ауқымдық болуын қамтиды. Эмиссиялар мониторингі, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, атмосфералық ауаны мониторингісі жоспары кестесі, санитарлық қорғау аймағының бақылау нүктелерінің өлшеулері жүргізілу қарастырылған. Бақылау нүктелерінің саны 4, солтүстік, батыс, шығыс, оңтүстік. Бақыланатын зат, бейорганикалық шаң, бақылау жиілігі жылына 1 рет. Бақылаудың аккредиттелген зертханасы бар 3-ші тарапты ұйым жүзеге асырады. Табиғатты қорғау іс-шараларының жоспары, ластанушы заттар рұқсат етілген шығындылар мен төмендердің нормативтерін сақтау, жолдарды құрғату, шаңды басу, үйінді беттермен және қайта тиеу орындарын шаңын басу, кәсіпорынның аумағының көгалдандыру, топырақ жамылғысын жай күйін визуалды мониторинг, өсімдіктер мен жануарлар визуалды мониторинг, санитарлық қорғау аймағында шекарасындағы мониторинг. Бұл экологиялық не бойынша айтып түсіндіріп кеткен нәрсем. Бұл баяндама негізі баяндама бұл заң түрінде жасалу керек, бұл экологиялық комитетіне жіберіледі. Ендігі айтып кетейін дегеніміз, жаңа өзіміздің компаниямыздың айтып кетейін дегеніміз 100% қазақстандық компаниямыз. Бұл жұмысты бастап отырғанымыз қазір біріншіден барлау жұмыстары 2 жыл ішінде жүреді. Енді өздеріңіздер білесіздер, бұл барлау жұмыстары деген ойыншық емес. Алаңның өте үлкен көлемі, жаңа картаны қайтадан шапшы. Алаңның көлемі 138 шаршы километр. 138 шаршы километрді негіз адамның өзі жүріп шығам дегеннің өзінде біраз уақыт алады. Ал енді бір нүктенің өзінде 1 айға шейін жұмыс кетеді. Бұрғылау жұмыстары. Енді соның несіне байланысты бізде қарастырылған 2 жыл уақыт, 2 жыл уақыттың ішінде нәтижесін шығарамыз деген ойдамыз. Бұл жер егерде әлде арғыда экономикалық нәтижесі жақсы көрсеткіш көрсетсе, онда завод салынып, арғары игеру жұмыстары болады. А егер көрсетілмейтін болса, онда бізден бекер шығын болды деген сол болады. Енді шындыққа келген кезде. Ал енді сіздер сұрақтарыңыз бар болса,
шығын шықпай кіріс кірмейді. Ya bu Kaycer Yavuz'dan kanca şarkırım. Kaycer bu Yeser bizden aldı. Kanca şarkırım biz bu. Бұл деген бізде Қарасу ауылдық округі мен Новойлбай ауылдық округіне деген шекара аумағы ғой. Бұл ауылдан шамамен бір 10 километрден ары. Бұл бұрынғы жаңағы Мантера Қазақстанның алған участке, оларда 8 участке болған. Жаңа 8 нүкте болған, сол 8 нүктенің бұл кісілер 7 нүктесінде жұмыс атқарайын деп отыр. Негізгі бір нүктесі жаңа қалай дедіңіздер, Вадахан зона болғандықтан оған кірмейді. Олар примерно Ақтастының жоғарғы жағы ғой, одан ары қарай кетеді олар. Біздің қарастырып отырған 7 Қарасу ауылдық округына қарай. Мантараның қарастырғаны 8 участок болған. Сол жаңағы бұрынғы жаңағы Мантера Қазақстан атқарған жерде осы кісілер ары қарай доғар веткасын жасап, сол жобаны ары қарай іске асырды. Бұл егерде жұмыстарымыз жүріп кетсе, былай жүріп кеткен жағдай болады. Сіздер қазір налог төлеймісіздер? Налог осы ауылға төлеген бе? Ал енді сіздердің шығарған қазба байлықтарыңыздан бізге какой-то процент ауылымызға түсуі мүмкін ба? Түсуі керек. Налог ретінде түседі. Налог ретінде. Жоқ, мен сіздерге айтайын. Мен жаңа айтып кеттім ғой. Егерде бұл жұмыс басталып кетсе, сіз өзіңіз ойлаңызшы, қаншама осы жердегі ауылдағы адамдарға жұмыс орны болады. Жай шопыр болғанның өзінде, жай шопыр болып жұмысқа келгеннің өзінде қаншама адамға, қаншама семьяға, мысалға 100 адам деп айтайын, 100 адам дейтін болсаңыз, 100-ді алып сразу бірден 5-ке көбейтесіз. Сонда 500 адамды бұл завод қамтып отыр деген сөз болады. 500 адамға кәдімгідей асырап отыр десе болады. Өйткені әр семьядан бір адам жұмыс жасайтын болса, ол бір семьяны асырайды. Дұрыс па? Сондықтан мұнда айтылып отырған жаңағы төлемақысы қазіргі күнде 300 сүйегінің ең төменгісі бұл охрананың елінің ақысы алатыны. Одан жоғары кетеді. Егер жұмыс басталып кетсе. Енді бұл жұмыс басталып Сарысын айтып отырмын. Сонда мысалы сіздер енді жаңа айтып отырмын ғой. Бұл сіздер кәдімгі қомақты нәрсе сіздер егерде жүріп кетсе кәдімгі нәрсе пайда тиейін деп отыр ғой бұл жерде ше. Егерде какой-то процент бізге болу керек қой, біз ауылымызға деген, мысалы жолымыз бар біздің, сіздердің мектебіміз бар, солар. Соцосечение деген болады, обязательно болады. Бұл нәрсе осы ауылдың жаңа жолы болсын, осы жердегі колледж болсын. Обязательно осы колледждің негізгі бізде болашақта өзіміздің көздеп отқан нәрсеміз бар. Егер мына проектіміз жүретін болса, бізге мамандар керек болады. Сондықтан бұл колледждің ішінде тағы бір нені ашып қойса, горная работа жаңа сондай несі мамандықтың көзін. Өйткені осы ауылдың балалары осы жерде жұмыс жаса өзімізге жақсы. Оны басқа адамды, мысалы анау Алматыдан, немесе Астанадан, или Қарағандыдан тартқанша қымбатқа. Ауылдың адамы осы жерде өз өнердің адамы жұмыс жасаса тіпті жақсы бізге. Жоқ, бір дұрыс, сізге жауап бердіңіз маған. Мысалы қазір сіз 500 адаммен қамтисыз дейді. Ол 500 адам болғанда өздерінің семьясын қамтиды. Тұра ма? Тыңдайды. Ал бізге мысалы қазір бізге ешқандай мына налогтан басқа ауылдың налогынан басқа бізде ешқандай доход бұл жерде жоқ мысалы. Ал енді сіздер қазір бастадыңыздар, былай бұйыртса бастаңыздар, сізге сәттілік тілеймін. Сондықтан мен процент деп отырған мысалы қазір біздің тозып баратқан мысалы колледжіміз бар, ремонтқа жасайтын, тағы басқа нәрселеріміз бар. Соған какой-то процент бөлініп тұрса, біз соған жұмсар едік. Мысалы. Енді оны шындықты айтайық сіздерге. Бізде налоговый кәдімге қосылғаннан кейін соцсочетение бәрі осы ауылдың несіне келіп түседі ғой. Оны енді қаяққа қандай бөлінетінін мен оған жауап бере алмаймын. Сіздер енді егерде жаңағы ашып бәрі оң болып жатса, өздеріңіз жаңағы фирма мына жаққа осы именно біздің ауылға тіркейсіздер. Міндетті түрде тіркеу. Сол кезде ғана осында бірінші условия солай болу керек та бізде қазір. Бәрі қазір фирма Алматыда келеді, добываем. Не Астанада болмаса Германияда. Осы жерге тіркейсіздер. Налог осы жаққа түсетіндегі біз осы жерде тіркелеміз. Соған сразу алдын келісіп алады, ертең айтып жүрмеңіздер, ой басында айтқан жоқсыздар деп. Жоқ. Именно осы біздің округта Новойлбайға тіркелеміз. Тура ма? Түсінуге тасымалдау мәселесі мысалы жолды аласыздар ғой мойындарыңызға. Жол егер өндірістік неге шығып жатса, ол кезде жолдың бәрін жасау біздің мойнымызға кетеді. Жолымызды сол
Енді бізден кеткен кішкене азмас көмектесіп тұратын шығарсың мысалы. Енді Аллаға шүкір бір Алланың қолында ғой қазір. Жоқ. Бірінші айттым ғой, көреміз қазір оразада ауыз аштырғанда қалай екендерін сөйлесеміз. Бір ауыз ашып Ашық форматта сөйлесеміз. Егер завод салынып жатса, сол кезде айтамыз, жолымызды айтамыз, колледжімізді айтамыз. Сол кезде. А қазір сіздерге бұл предварительно бұл болған болды. дұрыс түсініксіз болмасын. Ертең завод салады, бітті де. Не ол дұрыс қой мынау. Біз мына немістерге де бердік қой мына жақта. Соның бәрі қалды. Енді анау болды, мынау болды. Енді мынау өзіміздің Қазақстанның компаниясы. Болғаннан кейін бұл Қазақстан компаниясы біздің жастарымызға, көп жастарымызға жұмыс орны ашылады. Одан кейін екіншіден жаңағы экологиялық жағынан десек, экологиялық жағынан ол қазір барлық жерде бұндай бар. Барлық бүткіл Жамбыл облысын алсаңыз, қазір бір құрып қалып дегенде бір 60-70 кен орны ашылған. Түрлі. Сол сияқты бізде де ашылған еш нәрсе жоқ еді. Қорғай берген анау болмайды ғой енді. Мінекей мынау тастап кеткен шахталар бар қазір. Қаншау. Бәрінде жатыр ғой. Ал енді сол үшін енді қайта ашылғаны біз үшін жақсы. Ашылсын, халық үшін қызмет етеді. Халық адамдарымыз жұмыс істейді, бала шағаларымыз. Біз істемесек, балаларымыз істейді. Дұрыс. Соларға енді баққа бұл жақсы нәрсе. Мына Қаратау жаңа тасты тастап кетіп еді, қазір Қаратау жаңа тасты да қайтадан ашып, қайтадан істеп жатыр. Сол жерде енді ашылсын ауылымызда. Жұмыс істесін. Ашылған дұрыс. Қолдап отырсаңыздар, осы жерден жаңағы сайлау жасайық, осы жерден голосование өтсейік. Сіздер бізді қолдап отырсаңыздар, қолдарын көтерсеңіздер. Бір ауыздан қолдап отырсаңыздар. Суға жақындамау керек сіздер. Суға жақындамаймыз. Әдейіге бір бөлікті алып тастадық. Біз қарап тұрамыз. Сіздерге көп рахмет. Ендігі келесі әкімшіліктен біздегі нелеріміз бар. Талғат мырза, қазір мен айтып кетейін. Енді мен осы ауылда істеп мектептің бәрі қолдап отыр. Жаңа Амантайға да айтып кетті ғой. Қытайдан келіп жатыр. Енді бәріміздің көк паспортымыз бар ғой. Біздің қазақтың жігіттері Канадада істеп жатыр. Шетелдің бәрінде істеп жатыр ғой. Қазір сіздер айттыңыздар. Тағы да мен айтып кетейін, ертең кривотолк болмасын. Бұл тек қана доразведка. Бір Құдай біледі ғой. Завод салына ма, салынбай ма? Ертеңді білесіздер, ауыр дойшылық болғанда білесіздер ғой, қарсы шығып шақ адам қалғанбыз біз. Сонда кім ит болды? Біз ит болдық. Дұрыс па? Бәрі басып қолдап кетті. Ол кезде ана неміс деді. Бір Алланың қолында бұл заводтың ашылатын да, ашылмайтын да. Көрдіңіздер ме? 16 жылдан бері қанша жыл өтті? Олар да гарантия беріп тұрған жоқ. Бірақ гарантия беріңіздер, егер де завод ашылатын болса, что біздің осы шауыл ғой мынау округта, что қала болу керек. Дұрыс па? Предприятие болсын. Тура ма? Мына жердің қазіргі болжамы бойынша, болжамдардың бәрі анықталып, дәл тура сол цифрларға келетін болса, бұл осы кен орындары. Градообразующий деп айтсам да болады. Бұл тастап кетпейді, сүргін шөлетінде жоқ екен депші. Үйде салып кетесіз бұл. Әйтпесе мына елділер маған қарап отыр. Мен қарсы шығамын. Все, болды, рахмет. Дұрыс па? Мен қарсы шығамын. Мен шыққам ауырымды үшін, жалғыз өзім осы деймін. Тоқта, Талғат мырза. Ерсек мырзаға айтасыз, бір күн ауыз аштырамыз бір жақта. Сол жерде басқаша сөйлесің. Еркін форматта. Дұрыс па? Соның бәрін айтып қойыңыздар числосын. Енді ораза ұстағандар кесін. Дұрыс па? Сенеміз ба? Сенбейміз. Ертең кривотолк болмас. Енді ойбай завод салып жатыр екен деп. Қазексіз бұлай автоспордай бұлай уже бұлай деймін. Ол жерде еркін форматта сөйлесеміз жүрші. Көрімдерімізбен танысамыз, ертеңде бізді көрген кезде бөтен болып айтпайсыздар. Қолдарыңызға қуанып жатырмыз. Мантая Жоқ, Қазақстан. тура ма? Все, давайте. Давай, аутин.
Все, çöke. Kol koymayacak adamlar var mı ekan? Koyuldu mu yani? Ya kol koyun da şu koyun. Önce birinin adına oynasak koyduk. Ay şimdi birimiz bunu kazandık. Aman çakma ne? Все поставили. Потом еще заходили. Yapmak olmaz. İsteyelim saklı. Kol koymaganda kol oyunuzdan.